Маңғыстау деген байлығы шексіз паңдала, талайлар кеткен таңдайын қағып таңдана деп, өлкеміздің ақын сабыр адайы жырлағандай, бүгінгі жорығымыз өзіміздің өлкеміздің қасиетті керемет жерлеріне арналмақ. Яғни бүгін Үштаған ауылының маңындағы керемет тауымызға, қасиетті жерлерімізге саяхат жасайтын боламыз. Оқушылар, өздеріңіз білетіндей, бұл жер қандай тау? Желтемес тауы. Яғни бұл Желтемес тауының тарихы өте тереңде жатыр. Өздеріңіз көріп тұрғандай, тау неден құралған? Әктастардан, қатты тастан құралған. Бұл Желтемес тауының тарихы өте ерте кезден басталады. Бұл жолды өзіміздің бұрынғы ата-бабаларымыз салып кеткен. Әрине, бұл жолды қалай салды дейтін болсақ, ерте кезде қайла дейтін еңбек құралы болған. Қайла өздеріңіз білесіздер, кеншілердің тауда жұмыс жасайтын жұмысшылардың арнайы жердің қаттылығына байланысты қолданатын құралы. Осы құрал арқылы Назар Өмірұлы деген атамыз мынадай жолды салу үшін арнайы қолдың еңбегімен мына жолды салған. Осы жол ат жол деген атқа ие болған. Яғни бұл ат жол не үшін салынған балалар? Мына ауылымыздан келесі ауыл тіке жолменен жету үшін осы ат жолды арнайы өздері қолдан соққан. Қазіргі уақытта бұл жол техникалармен жөнделіп, уақытымызды үнемдеу үшін осы жолда қазіргі уақытта қолданысқа енгізді. Бұл Желтемес тауы ауылымыздан 4 километр қашықтықта орналасқан. Оқушылар, өздеріңіз білесіздер, Маңғыстау өлкесі 362 әулие барды. Осы 362 әулиенің бір бөлігін осы біздің ауылымыздың маңындағы әулиелі орындар құрайды. Мына көріп тұрған әулие, бұл Естірлі әулие деп аталады. Бұл кісі кім дейтін болсақ, кезінде ең алғаш рет біздің ауылымызда мына білім, діни сауат ашу орталығы болған жер осы Естірлі әулие орны. Яғни Естірлі деген кісі ең алғаш рет біздің ата-бабаларымызға білім берген кісі. Мына жерде Естірлі әулиенің мешіті бар. Мына жаққа қарай жүрейік. Оқушылар, бұл жаңағы айтқан Естірлі әулиенің жерасты мешіті. Бұл жерасты мешіті 2 бөлмеден тұрады. Мына алдыңғы бөлмеде Естірлі атамыздың өзі намаз оқыған. Ал мына екінші бөлмесінде сол кездегі мектепке бару керек балалар алғаш рет осы жерден діни сауат ашқан. Яғни бұлардың бас ұстазы жаңағы Естірлі атамыз болған. Мына жерде көріп тұрсыздар да балалар, шаңырақ есебінде. Бұл жалпы сол кездері осы мешітке жарық беру үшін шаңырақ деп айтамыз ғой. Тарихта жалпы қазақта шаңырақ деген сөз киелі сөз ғой, білесіздер. Солың есебінде мына мешіттің үстін осылай ойып шаңырақ есебінде осылай орнатқан. Оқушылар, енді 3-ші күнгі жорығымыз бұл Үштаған ауылынан 25 километр қашықтықта орналасқан Масат ата діни сәулет өнер ескерткішіне арналады. Енді таныстыратын болсақ, оқушылар, бұл жер Масат атаның жерасты мешіті. Ішке қарай кірейік. Бұл ескерткіш 10-18 ғасырлар аралығына жататын діни сәулет өнер ескерткіші. Бұл Масат атаның жерасты мешіті, яғни бір бөлмеден тұрады. Бұл жерасты мешіті бір бөлмеден тұрады. Өздеріңіз көріп тұрғандай 4 қанат киіз үймен бірде. Енді мына жерге назар аударатын болсақ, оқушылар, мына жағында тастан қашалып жасалған михраб орнатылған, және келесі мына солтүстік жағында осы Масат атамыздың өзінің құбылаға қарап намаз оқитын
жері тастан қашап орнатылған. Енді мына төбесінде шаңырақ тәрізді жарық беріп тұрады. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, осы мешіттің ішіне жарық беріп тұрады. Масат ата осы жерде отырып өзінің намазын оқитын болған. Оқушылар, Масат деген кісі өзінің заманында өте батыр кісі болған. Сол кездегі ең басты жауы қалмақтар болған. Сол қалмақтар Масат атаны өлтіру үшін неше түрлі айла тәсіл жасаған. Бірақ Масат атаға атқан оқ та, найза да, қылыш та ешқайсысы батпаған. Көп уақыт іздеген сол Масат атаны өлтіру үшін. Ең соңында қалмақтар өзінің жаңағы әйелінен көмек сұраған, Масат атаны қалай өлтіруге болатынын. Яғни оның ең әлсіз тұсын әйелі айтып берген екен. Мен ол аңызды атамнан естіп едім. Айта ғой. Сол кезде қалмақтар өзінің әйеліне көмек сұрағанда, әйелі оған менің күйеуімнің таң намаз оқып жатқанда денесі жібиді деп айтқан. Сол кезде Масат атамыз таң намазын оқып жатқанда артынан қалмақтар келіп мойнынан қылышпен өлтірген. Сол кезде Масат атамыз басы жайнамазға домалап түсіп, денесімен бірге жайнамазбен басын орап алып далаға шығып қашып кеткен. Сол уақытта өзінің биесі құлындап тұрған, өзінің иесінің қиналған, қашып бара жатқан күйін көріп артынан жүгірген. Оны маған атам айтқан. Сол Масат атамның іздері әлі күнге дейін таста сақталып қалған. Дұрыс айтады оқушылар. Бағлан өте дұрыс айтып тұр. Сол Масат атаның қашқан аяғының іздері, мойнынан тамған қанның ізі, өзінің жаңа құлынды биесінің бірге қашқаны барлығы тастың бетінде ойылып, қазіргі күнге дейін сақталған. Ендеше сыртқа шығайық, сол Масат атамыздың жүрген іздерін көрейік. Міне бұл Масат атаның ізі, осы таң намаздан кейін мешіттен шыққаннан кейінгі қашқан ізі. Мынау қанның тамған іздері шұқыршақ болып қалған. Содан соң осылай жүгіріп, мынау өзінің биесінің ізі, мынау да қанның тамған ізі. Содан соң осылай жүгіріп келіп, ізінен келген кезде аңызға сүйенетін болса, осы жерге келіп, желмен бірге қағайырылып, көзден сағым болып жоғалып кеткен. Сондықтан осы ескерткішті белгі қылып Масат ата қойып, яғни осы жер Масат ата деп аталып кеткен. Бұл Масат ата қорымы қазіргі уақытта, яғни 1982 жылы мемлекеттік қорғауға алынған. Қазіргі уақытта балалар, бұл жерде 525-ке жуық бейіттер орналасқан. Соның 300-ге жуығы тарихтан білетіндей бұл қойтастар болып саналады. Дегенмен де мемлекеттік қорғауға алынғанымен әлі де болса бұл жерде атқарылатын жұмыстар өте көп. Осы 3 күндік жорықтың аясында біз өзіміздің ұсынысымызды, өзіміздің ойымызды жинақтауымыз керек. Оқушылар, осы экскурсиядан алған әсерлеріңіз қандай болды? Осы экскурсияға өздеріңіз қандай үлес қосар едіңіздер? Қандай ұсыныстарыңыз бар? Бөлсекші. Кім айтады? Қандай ұсынысың бар? Жалпы осы 3 күндік экскурсия жорығы бойынша өзіміздің сауалымызды айта кетсек, осы Маңғыстаудың керемет жерлерін дамыту арқылы біз Қазақстанның туризм саласын өте жақсы дамытып, бір үлесімізді қосар едік. Яғни осы 3 күндік жорықтағы алған әсерімізді қорытындылай келсек, осы Масат атаға дейінгі жолды жөндесек, осы аймақты туристік өлкеге айналдырсақ, тек қана Маңғыстаудың ғана емес, Қазақстанның да туризм саласын дамытқан болар едік. 9 жылдың торабында орналасқан Маңғыстаудың бүгіні бай қуатты болса, кешегісі киелі. Ендеше әрбір өлкемізде құпиясы, сыры ашылмаған жерлерді ашу және сол жерлерді қорғау, өлкемізді туристік аймаққа айналдыру біздің басты міндетіміз.